Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін жұма баршамызға мұбарак болсын. Жұма күні барлық қыз-келіншектер жет-желпек пісіріп, мешітке немесе өз отбасымен Құран оқып жүреді. Егер жұмыста болсаңыз, осы лайфхакты қолданыңыздар. Үйдегі барлық затпен, қалған айран, сүт, майонез, кез келген сондай қалған заттармен кішкене дрож қосып, 1,5 сағатқа тұндырып қойып қамырыңызды. Осылай пісіріп алсаңыздар болады, өте әдемі шығады. Оны тоқтай әкеліп жайып отырудың да қажет жоқ. Кішкене тарелкаларыңызға қолдарыңызды майлап, осылай қол ұштарымен жайып алып пісіріп алсаңыздар болады. Осылай лайфхакты сіздер де қолданып көріңіздер. Жұма баршамызға мұбарак болсын. Жұмадан жұмаға жете берейік. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.